Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бастай берейін ба? Мен ғылым бөлімінің қызметтері мен міндеттері тақырыбында тікелей эфирда баяндайтын боламын. Ғылым бөлімінің басшысы Нұрғожанова Жанар Сәбитовна боламын. Енді өздеріңіз білесіздер, Жоңғар Алатау ұлттық паркі 2010 жылы құрылған болатын. Сол парк құрылғаннан бері ғылым бөлімі өзінің қызметін бастап жұмыс атқаруда. Қазіргі таңда ғылым бөлімінде 8 қызметкер жұмыс істейді. Ғылым бөлімінің басшысы, одан кейін 3 аға ғылыми қызметкер, 3 ғылыми қызметкер және 1 кіші ғылыми қызметкер жұмыс атқарады. Енді негізгі ғылым бөлімі